Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл ешкімге айтылмаған сыр. Толық әңгімесін видеодан тыңдаңыз. Бұл сөз бір сәтте айтылғандай көрінгенімен, анасының жүрегіне өмір бойына қадап кеткен пышақтай болды. Ол сол сәтте ештеңе демеді, дауысы шықпады. Тек көзінің алды тұманданып, қолындағы шай кесесі дір ете қалды. Айман апа 68 жаста. Өмір бойы ауылда қара жұмыс істеп, күйеуінен ерте айырылып, жалғыз ұлын өсірген әйел. Күйеуі қайтыс болғанда баласы небәрі 7 жаста еді. Сол кезден бастап Айман апа менің өмірім балам деп өмір сүрді. Өзінің арманы, өз бақыты дегенді ұмытты. Ұлы Нұржан. Қазір 40-тың қырқасына шыққан. Қалада қызметі бар, көлігі бар, жұртқа сыйлы адам. Бірақ сол сәтте анасының көзінде ол бөтен адамдай болып көрінді. Апа, ренжіме, деді Нұржан диванға шалқая отырып. Қазір заман басқа, бізде жас емеспіз. Әйелім бар, балалар бар. Сен де қартайып қалдың. Ертең бізге ауыр болмас үшін, сол кәрілер үйі деген нәрсені ертерек ойлау керек. Бұл сөздер үй ішіндегі тыныштықты быт-шыт қылды. Айман апа бір сәтке өткен өмірін көз алдынан өткізді. Қыстың қақаған суығында сиыр сауып жүрген кездері. Баласының етігі жыртылып қалмасын деп, өзіне аяқ киім алмай жүрген жылдары. Түнде ыстығы көтеріліп ауырған баласын арқасына салып, аудан орталығына жаяу барған түні. Мен сені ешқашан ауыртпалық көрмесін деп өсірдім ғой, деді ол ақырын ғана. Дауысы дірілдеп шықты. Апа, драманы қойшы, деді Нұржан қабағын түйіп. Қазір бәрі солай істеп жатыр. Бұл қалыпты нәрсе. Осы сөз Айман апаның жүрегін екінші рет жаралады. Қалыпты нәрсе. Анадан құтылу қалыпты нәрсе болғаны ма? Осы кезде келіні Гүлмира ас бөлмеден шығып, апай, сіз де түсініңіз. Бізге де оңай емес, деді суық үнмен. Үй тар, балалар шу. Сізге де тыныштық керек шығар. Айман апа басын изеді. Бірақ ол тыныштық емес, жүрегінің тірі қалғанын ғана қалап тұрған еді. Сол түні ол ұйықтай алмады. Пештің жанында отырған күйі таңды қарсы алды. Үйдің қабырғалары суып кеткендей сезілді. Ал жүрегі бұрын соңды болмағандай жалғыз қалды. Таң атқанда ол өз-өзіне бір-ақ ауыз сөз айтты. Демек, мен бұл үйде артықпын. Сол күні Айман апа алғаш рет үйден үнсіз шығып кетті. Қайда барарын өзі де білмеді. Бірақ бір нәрсені анық сезді. Бүгін оның өмірі екіге бөлінді. Бұрынғы ана және бүгінгі керексіз қарт. Ал Нұржан болса, сол күні анасының артынан қарамады да. Айман апа үйден шыққанда артына бір ретте қарамады. Есікті қатты жаппады, дауыс көтермеді. Тек баяу жапты. Сол есікпен бірге оның осы үйге деген үміті де жабылғандай болды. Қаланың таңғы ауасы салқын еді. Қолында ескі сөмке. Оның ішінде тек бір орамал, дәрі-дәрмегі және марқұм күйеуінің суреті ғана бар. Басқа ештеңе алмады. Қажеті жоқ деп ойлады. Өйткені бұл үйде оған тиесілі ештеңе қалмаған. Аялдамада адамдар көп. Әр қайсысы өз тіршілігімен әлек. Біреу телефон шұқылап отыр. Біреу асығыс жұмысқа кетіп барады. Айман апа солардың арасында көрінбейтін адамдай еді. Автобус келді. Ол ішке кіріп, арт жақтағы орындыққа отырды. Қайда бара жатқанын өзі де білмеді. Тек үйінен алыстап бара жатқанын сезді. Сол сезім жүрегіне бір түрлі жеңілдік те, ауырлық та әкелді. Автобус орталық базардың тұсында тоқтады. Айман апа түсіп қалды. Бұл жер оған таныс. Кезінде күйеуі екеуі осы базарға бірге келіп, ұлына киім алып берген кездері есіне түсті. Ол базардың артындағы ескі саябаққа кірді. Орындыққа отырып, ұзақ үнсіз отырды. Құстардың дауысы, алыстан естілген машиналардың гүрілі. Бірақ оның құлағы ештеңе естімей тұрғандай еді. Айман, сен бе бұл? Бұл дауыс жүрегін шым еткізді. Ол баяу басын көтерді. Алдында Сәлима апа тұр екен, бұрынғы көршісі. Жас кездерінде бірге өскен, бірге тұрмыс құрған, бірақ кейін көшіп кеткен әйел. Сәлима, деді Айман апа сыбырлап. Мен ғой. Екеуі құшақтасты. Бірақ бұл қуаныштың құшағы емес еді. Бұл екі тағдырдың ауырлығы тоғысқан сәт болатын. Не болып қалды? Түрім біртүрлі ғой, деді Сәлима апа. Айман апа бәрін айтып берді. Ұлының сөзінде келінінің суық көзқарасында жасырмады.
Айта келе, даусы дірілдеп, көзінен жас сорғалады. Қартайсаң кәрілер үйіне кетесің деді. Деп сөзін аяқтағанда ол жылап жіберді. Сәлима апа терең күрсінді. Мен де сол жерден келдім, деді жай ғана. Айман апа таңғалып қарады. Қай жерден? Кәрілер үйінен. 3 жыл болдым, деді ол көзін төмен салып. Балаларым бар еді. Бірақ бәрі бірдей екен, Айман. Бұл сөз Айман апаның жүрегін дір еткізді. Сонда сен қазір қайда тұрасың? Бір бөлмелі пәтер жалдап отырмын. Мемлекет берген көмекпен азын аулақ жұмыс істеймін. Бірақ ең бастысы, ешкімге артық емеспін. Айман апа ұзақ ойланды. Оның көз алдында кәрілер үйінің суық қабырғалары елестеді. Бірақ үйінде де ол суықты сезіп қойған еді. Мені сол жерге апарасың ба? Деді ол бір сәттен кейін. Сәлиман апа басын шайқады. Асықпа. Ондай шешім бір күнде қабылданбайды. Бүгін менің үйіме жүр. Ертең ақылдасамыз. Сол түні Айман апа бөтен үйде жатты. Бірақ алғаш рет өзін қорланған емес, тыңдалған адам ретінде сезінді. Ал дәл сол сәтте өз үйінде Нұржан анасының кетіп қалғанын байқамады да. Тек кешке қарай. Анам қайда? Деп сұрады. Гүлмира иығын қиқан еткізді. Әдеттегідей бір жаққа кеткен шығар. Бірақ түн ортасында үй ішін біртүрлі үнсіздік басты. Сол үнсіздік Нұржанның жүрегіне алғаш рет күдік салды. Айман апа сол түні ұзаққа дейін көз іле алмады. Сәлима апаның шағын пәтерінің терезесінен қала шамдары жымындап көрініп тұр. Әр шам бір отбасы, бір өмір сияқты. Ал өзі сол өмірлердің ешқайсысына керек емес адамдай сезінді. Таңертең Сәлима апа үнсіз шай қойды. Бүгін сені бір жерге апарамын, деді ол жай ғана. Көріп ал, өз көзіңмен. Айман апа не екенін түсінді. Бірақ қарсы болған жоқ. Өйткені жүрегінде әлдеқашан бір үміт емес, шешімге дайындық пайда болған еді. Олар қала шетіндегі ескі ғимараттың алдына келді. Сырттай қарағанда жай ғана аурухана сияқты. Бірақ қақпаның үстіндегі жазу бәрін айтып тұрды. Айман апа жүрегін қолымен ұстап тұрғандай болды. Ішке кіргенде дәлізде үнсіз отырған қарттарды көрді. Бірі терезеге қарап отыр, бірі орындықта қалғып кеткен. Бәрінің жүзінде бірдей мұң бар, бірақ айғай да, шу да жоқ. Тек ұмытылған адамдардың тыныштығы. Мұнда ең ауыры алғашқы айлар, деді Сәлима апа. Кейін үйреніп кетесің. Үміт қалмаса ауырсынбайды екен. Бұл сөз Айман апаның жүрегіне қатты тиді. Бір бөлмеге кірді. Онда төсекте жатқан бір әже теріс қарап жатыпты. Айман апа жақындағанда әже баяу бұрылды. Қызым келді ме? Деді ол әлсіз дауыспен. Айман апа жауап бере алмады. Себебі ол әженің орнында өзін көріп тұрды. Сол сәтте оның көзіне жас толды. Бірақ жыламады. Жылауға да күші қалмаған еді. Олар сыртқа шыққанда күн еңкейіп қалған болатын. Шешімің қандай? Деп сұрады Сәлима апа. Айман апа бір сәт үнсіз қалды. Мен бұл жерден қорықпаймын, деді ол. Мен ұмытылудан қорқамын. Сәлима апа оның қолын қысты. Онда асықпа, бір түн ойлан. Ал сол түні Нұржан алғаш рет мазасызданды. Анасының телефоны өшірулі. Көршілер де көрмепті. Мүмкін Сәлима апа да жүрген шығар, деді Гүлмира салқын үнмен. Қайдағы Сәлима? Деп Нұржан ашуланды. Бізге неге айтпай кетеді? Бірақ осы сөзді айтқанда жүрегінің түбінде бір нәрсе қысып тұрғанын сезді. Айтып кететіндей жағдай қалдырдым ба деген сұрақ алғаш рет ойына келді. Түн ортасында ол анасының бөлмесіне кірді. Төсеу жиналған. Шкафтың есігі ашық. Бір ескі орамал жоқ. Сол орамалмен анасы оны мектепте апарып жүрген еді. Нұржан төсектің шетіне отырды. Кенет көз алдына бала кезі келді. Анасының даусы, алақанының жылуы. Апа, деп сыбырлады ол. Бірақ жауап болмады. Ал дәл сол сәтте Айман апа терезе алдында отырып, бір ғана шешімге келіп отырған еді. Бұл шешім оның қалған өмірін түбегейлі өзгертетінін ол сезіп тұрды. Таң ерте атты. Айман апа сол түні таңды қарсы алды. Ұйқы деген атымен келмеді. Терезенің әйнегіне тамған жаңбыр тамшылары жүрегіндегі ауыр ойлармен үндесіп тұрғанда еді. Ол шай үстелінің жанында ұзақ отырды. Алдында бос кесе. Ішкі даусы бір сәтке де тыныштық бермеді. Мен енді қайда барамын?
Бұл сұрақтың жауабы өзі үшін де ауыр еді. Бірақ бір нәрсе анық болды. Бұрынғы үйіне оралу өз қадірін өзі таптау деген сөз. Сәлима апа үнсіз отырды. Оның көзінен бәрін түсініп тұрғанын аңғаруға болатын. Егер шешіміңді қабылдасам, бүгін-ақ құжаттарын тапсырамыз, деді ол жай ғана. Кейін ойым өзгерсе де, артқа жол бар. Айман апа басын изеді. Артқа жол, деді ол сыбырлап. Мен үшін ол жол әлде қашан жабылған. Түске дейін олар қайтадан сол ғимаратқа барды. Бұл жолы Айман апаның жүрегі дүрсілдеп соқпады. Қорқыныш та жоқ. Тек бір түрлі тыныштық бар еді. Құжат толтырғанда қызметкер әйел, «Балаларымыз бар ма?» деп сұрады. Айман апа бір сәтке кідірді. «Бар», деді ол. «Бірақ бұл жерде олар жоқ деп есептеңіз». Қалам қолында дірілдеп тұрды. Соңғы қолтаңбаны қойған кезде ол өз өмірінің жаңа тарауын бастаған анық сезді. Ал сол уақытта Нұржан жұмысқа да бара алмады. Басы істемей тұр. Анасының жоғалғаны енді ғана шындыққа айналғандай болды. Ол Сәлима апаның үйіне барды. Есікті өзі ашты. «Ол мұнда емес», деді Сәлима апа бірден. «Бірақ сен кешіктің». «Қайда кетті?» деді Нұржанның даусы бәсең шықты. Сәлима апа оған тіке қарады. «Сен айтқан жерге». Бұл сөз Нұржанның құлағында жаңғырып қалды. «Кәрілер үйіне ме?» «Иә», деді Сәлима апа. Өз аяғымен барды. Нұржан сыртқа қалай шыққанын өзі де білмей қалды. Көлігіне отырып, ұзақ уақыт қозғала алмады. Кеудесін өкініш қысып бара жатты. Мен не істедім? Ол сол жерге барды, бірақ қабылдау бөліміне кіргенде қызметкер. Бүгін қабылданған апай бар, бірақ ереже бойынша алғашқы күндері кездесу шектеледі, деді. «Мен оның ұлымын», деді Нұржан даусы дірілдеп. Қызметкер оның көзіндегі жасқа қарап, бір сәт ойланып тұрды да, «Терезеден ғана көре аласыз», деді. Нұржан дәліздің соңындағы терезеден қарады. Сол жерде орындықта отырған анасының арқа сүйеп отырған бейнесін көрді. Шашы ақ, иығы төмен түсіп кеткен. Ол бұрылып қарамады, ұлын сезген жоқ. «Апа», деді Нұржан сыбырлап. Бірақ бұл сөзді Айман апа естімеді, немесе естігісі келмеді. Сол сәтте Нұржан түсінді. Кейбір сөздер кешірілмейді, кейбір шешімдер уақытынан бұрын қабылданбайды. Ал Айман апа үшін бұл үй үкім емес, өз қадірін сақтап қалудың соңғы жолы еді. Айман апаға бөлме көрсетті. 2 кісілік. Терезесі тар аулаға қарайды. 2 темір төсек, ортасында шағын үстел. Үстелде бір құмыра, су мен ескі сағат тұр. Сағаттың тықылы тым қатты естілетіндей. «Бүгінше жалғыз боласыз», деді кезекші әйел. «Кешке тамаға келінеді». Есік жабылды. Айман апа төсекке отырды. Алақанымен темір жақтауды сипады. Суық. Бірақ бұл суық оған таныс еді. Күйеуі өлген күнгі суық. Ұлы алғаш рет уақытым жоқ дегендегі суық. Ол сөмкесінен күйеуінің суретін шығарып, жастықтың астына салды. «Енді екеуміз ғана қалдық», деді сыбырлап. Кешкі ас әкелінді, бірақ тамаққа қолы бармады. Тек шайдан бір ұрттады. Дәлізден бір әженің жылаған дауысы естілді. «Қызым келмей кетті. Бүгін келем», деді. Бұл дауыс Айман апаның жүрегін қарып өтті. Ол орнынан тұрып дәлізге шықты. Жылап отырған әженің жанына барып отырды. «Келер», деді ол ақырын. «Бәлкім кешігіп жатқан шығар». Бұл сөзді өзі ішінде айтып тұрғанын түсінді. Түн түсті. Жарық өшірілді. Бірақ ұйқы келмеді. Айман апа көзін ашып төбеге қарап жатты. Қасында бос төсек. Бұрын ол бөлмеде баласының демін тыңдап ұйықтайтын. Сағат тықылы түнді бөліп тұрды. Ал дәл сол түні Нұржан өз үйінде алғаш рет тыныштықтан шықты. Балалар ұйықтап қалған. Үй іші тым-тыныш. Ол анасының бөлмесіне тағы кірді. Шкафтың түбінен ескі дәптер тауып алды. Ашып қарады. «Нұржаным ауырмасын деп, бүгін тағы да жұмысқа бармадым». Бұл анасының қолжазбасы еді. Әр бет баласы үшін жасалған құрбандық. Нұржан дәптерді құшақтап отырып жылады. Даусыз. Еркекше емес, бала сияқты. «Апа, кешір», деді ол бос бөлмеге. Бірақ ол кешірім енді анасының жүрегіне жетпейтіндей еді. Таңға жақын Айман апа көзілді. Түсінде жас Нұржан қолынан ұстап тұр. «Апа, мен сені тастамаймын», дейді. Оянып кеткенде көзінен жас ақты. Бірақ бұл жолы ол жылап жатып бір нәрсені анық түсінді. Енді ешкімге үміт артуға болмайды. Бұл жер оның жаңа өмірі. Қандай болса да. Таңғы қоңырау соғылғанда Айман апа селк етіп оянды.
Бұл үйдің уақыты басқаша жүретіндей. Әр сағат белгіленген. Әр адамның күні бірдей басталады. Ол дәлізге шықты. Қарттар бір-бірлеп жиналып жатыр. Кейбірі таяққа сүйенген, кейбірі үнсіз. Бірақ бәрінің жүзінде бір ортақ белгі бар. Күткен адам жоқ деген белгі. Асханада Айман апа бір үстелге отырды. Қарсысында ақ сақалды бір қария отыр екен. «Жаңа келгенсің бе?» деп сұрады ол. «Иә», деді Айман апа. «Мен Төлеубаймын», деді қария. «Мұнда 5-ші жылым». 5 жыл. Айман апаның жүрегі шым етті. «Балаларым бар ма?» деп сұрады қария. Айман апа басын изеді. «Біреу». Төлеубай ата күлмеді. «Біреу болғаны да, болмағаны да бірдей екен», деді ол жай ғана. Тамақтан кейін олар аулаға шықты. Күн жылы, бірақ ешкімнің жүзі жадырамайды. Әркім өз ойымен. Орындықта отырған бір әже Айман апаға қарап: «Сен де ертең келем дегенге сеніп қалғансың ба?» деді. Айман апа жауап бермеді. Себебі ол да сол сөзге сенген еді. Кешке қарай бөлмесіне жаңа адам келді. Шамамен 70-тің үстіндегі, көзі мейірімді әйел. «Менің атым Зүбайда», деді ол. «Бұрын мұғалім болғанмын». Екеу ұзақ сөйлесті. Зүбайда апаның әңгімесі ауыр еді. 3 баласы бар. 3-еуі де бар, бірақ ешқайсысы жоқ. Ең ауыры балаларын тірі екенін білу, бірақ сен үшін өлгендей болуы, деді ол. Бұл сөз Айман апаның жүрегіне тікелей тиді. Ал Нұржан күн сайын сол үйдің қасына келіп, бірақ ішке кіре алмай жүрді. Көлікте отырып терезеден қарап кететін болды. «Неге бармайсың?» деді Гүлмира бір күні. «Қорқамын», деді ол. «Көзіне қараудан қорқамын». «Өзіне керек пе ол?» деді Гүлмира салқын үнмен. Бұл сөз Нұржанның жанын одан әрі жаралады. Сол түні ол баласын үстіне көрпе жауып тұрып ойланып қалды. Ертең мен де осылай қаламын ба деген ой алғаш рет келді. Айман апа сол түні Зүбайда апамен бір төсекте отырып сөйлесті. «Біз тірі жүргенде де тірі емес сияқтымыз», деді Айман апа. Зүбайда апа оның қолын ұстады. «Жоқ, біз тіріміз. Біз тек керексіз болғанбыз». Бұл сөз екеуін де ұзақ үнсіз қалдырды. Айман апа алғаш рет осы үйде өзін жалғыз емес екенін сезді. Бірақ бұл жұбаныштың өзі де ауыр еді. Таң тыныш басталған. Бірақ бұл тыныштық ұзаққа созылмады. Айман апа мен Зүбайда апа асханаға түсуде дайындалып жатқанда, дәліздің арғы жағынан айғай естілді. «Дәрігерді шақырыңдар, тез!» Адамдар жүгіріп шықты. Бір бөлменің есігі ашық тұр. Ішінде кеше ғана аулада бірге отырған Төлеубай ата жатыр екен. Беті бозарып кеткен, демі ауыр. Айман апа есік алдында қатып қалды. Кеше ғана сөйлескен адам. Кеше ғана балалар бар ма деп сұраған адам. «Баласын шақырыңдар», деді бір күтуші. «Телефоны өшірулі», деді екіншісі. Төлеубай ата көзін әрең ашты. «Балам келді ме?» деді сыбырлап. Ешкім жауап бере алмады. Айман апа еріксіз алға шықты. Оның қолын ұстап: «Мен осындамын ата», деді. Төлеубай ата көзін жұмып алды. Бір тамшы жас домалап түсті. Дәрігер келгенше ол соңғы демін алып үлгерді. Үнсіздік орнады. Бұл өлім Айман апаның жүрегін қатты шайқады. Себебі ол бұл жердің шындығын бір жола көрсетті. Мұнда адамдарды ешкім күтпейді. Кешке қарай қарттар бір-бірмен сыбырласып отырды. Баласы келмепті. Соңғы сөзін анасына айтып үлгермепті. Айман апа бөлмесіне кіріп ұзақ жылады. Бұл жолы өзіне емес, сол атаға жылады. Ертең дәл осылай өзде кетуі мүмкін екенін түсінді. «Мен осылай кеткім келмейді», деді ол сыбырлап. Ал сол күні Нұржан шешім қабылдады. Ол таңертең ерте тұрып сол үйге барды. Бұл жолы кірмей кетпеймін деп өзіне уәде берді. Қабылдау бөліміне кіріп, «Мен анама келдім», деді. Күтуші оның тізімін тексерді. «Бүгін кездесу күні емес». «Мен күтемін», деді Нұржан. Ол дәліздегі орындыққа отырды. Сағат өтті, бірақ ешкім шақырмады. Сол сәтте ол бір нәрсені анық сезді. Бұрын анасы осылай күткен. Кешке қарай ғана Айман апаны аулаға шығарды. Ол орындықта отыр екен. Қолында кішкентай орамал. Нұржан алыстан көріп қалды. Анасы қатты қартайып кеткендей көрінді, бір аптада. «Апа», деді ол жақындап. Айман апа басын көтерді. Көздері суық емес еді, бірақ бөтен.
Сен неге келдің, деді ол жай ғана. Бұл сұрақ Нұржанның жүрегін қақ бөлді. Кешір, деді ол, мен қателестім. Айман апа үнсіз қалды, ұзақ үнсіздік. Кешірім сөзбен айтылмайды, деді ол. Ол уақытпен дәлелденеді. Ол орнынан тұрып ішке қарай кетті. Нұржан артынан бармады. Себебі ол түсінді. Бәрі бір күнде шешілмейді. Айман апа сол түні өзін жайсыз сезінді. Кеудесі қысылып, демі жетпей оянды. Терезеден түскен ай сәулесі бөлмені бозғылт жарыққа бөліп тұр. Қасында Зүбайда апа ұйықтап жатыр. Жай ғана шаршаған шығармын деп өз-өзін жұбатты ол. Бірақ там атқанша басы айналып, жүрегі бірде қатты, бірде баяу соғып шықты. Таңғы асқа түскенде қолындағы қасығы дірілдей бастады. Асхананың ортасына жетпей, көз алды қарауытып кетті. Орындыққа әрем отырды. Айман, түрің кетіп барады ғой, деді Зүбайда апа. Жақсы, деп айтуға тырысты, бірақ сөзі шықпады. Келесі сәтте бәрі тұманданып, құлағына алыстан естілген дауыстар ғана жетті. Көзін ашқанда ақ төбе, иіс дәрінің иісі. Қасында медбике тұр. Қорықпаңыз апа, қысымыңыз қатты көтерілген, деді ол. Айман апа үнсіз басын изеді, бірақ ішінен басқа ой өтіп жатты. Егер мен қазір кетсем, біреу іздей ме? Осы ой жанына бәрінен де ауыр тиді. Кешке қарай Зүбайда апа қасына келді. Балаларына хабар берейік бе, деп сұрады ол ақырын. Айман апа көзін жұмды. Қажеті жоқ, деді. Бір рет қана келеді, сосын тағы ұмытады. Бұл сөздің артында үлкен шаршау бар еді. Ал сол уақытта Нұржан жұмыста отырса да ойы бөлінді. Кеудесінде бір мазасыздық бар. Телефонын қайта-қайта тексереді. Кенет бейтаныс нөмірден қоңырау түсті. Сіз Айман апаның ұлсыз ба, деді әйел дауысы. Нұржанның жүрегі зырқ ете қалды. Иә. Анамыз бүгін өзін жайсыз сезініп медпунктке жеткізілді. Осы сөздерден кейін ол ештеңе естімей қалды. Қағаздарын да жинамады. Тікелей көлігіне отырды. Айман апа терезеге қарап отыр еді. Сыртта күзгі жапырақтар сарғайып түсіп жатыр. Сол кезде есік ақырын ашылды. Апа, деді таныс дауыс. Айман апа бұрылып қарады. Нұржан. Мен келме деп айттым ғой, деді ол жай ғана. Бұл жолы кетпеймін, деді Нұржан. Қанша қаласаң да. Айман апа алғаш рет оның көзінен қорқыныш көрді. Балалық қорқыныш. Қорқып тұрсың ба, деп сұрады ол. Нұржан басын изеді. Сені жоғалтып алудан. Айман апа терең дем алды. Мен сені бұрын жоғалттым, балам, деді. Сол ауыр болды. Бұл сөз Нұржанның жүрегін қақ айырды. Ол орындыққа отырып анасының қолын ұстады. Айман апа қолын тартып алмады, бірақ қысып тастамады. Екеуі үнсіз отырды. Бұл үнсіздік бұрынғыдай емес, ауыр да болса шынайы еді. Айман апа аурухана төсегінде жатып, ұзақ уақыт төбеге қарады. Терезеден түскен жарық әлсіреп, күн батып бара жатты. Дәл қазір ол уақыттың азайып бара жатқанын анық сезіп тұрды. Нұржан, деді ол әлсіз дауыспен, тыңдашы. Нұржан орнынан қозғалған жоқ. Бір сөзінде жіберіп алғысы келмеді. Мен сені жаман адам болғаныңды қаламадым, деді Айман апа. Мен тек сен адам болсын дедім. Бұл сөз жүрегіне тікелей тиді. Сенің әкең өлгенде мен сені жетектеп жүріп өмір сүрдім. Аш қалсам да сен аш қалмадың. Ауырып тұрсан да сенің жедең үтіктеліп тұрды. Нұржан көз жасын тыя алмады. Бірақ бір күні сен мені жүк деп көрдің, деді Айман апа. Сол күні менің ана ретіндегі өмірім бітті. Жоқ апа, деді Нұржан. Мен ашумен айттым. Айман апа басын шайқады. Адам ашумен де шындықты айтады. Ол сәл тыныстап алды. Мен сенен байлық күтпедім, үй күтпедім. Мен тек қартайғанда апа отыр деген сөз күттім. Бұл сөзден кейін бөлме үнсіз қалды. Егер мен ертең кетсем, деді Айман апа, мені сол жерден алып кетем деп уәде берме. Уәдеңе сенбеймін. Онда не істейін, деді Нұржан сыбырлап. Айман апа оған тіке қарады. Адам бол. Балаларынды анадан бездірме. Бұл өсиет еді. Кешке қарай Айман апаны палатаға қайтарды. Зүбайда апа жанына келіп отырды. Балам келді ме, деп сұрады ол. Айман апа басын изеді. Кеш келді, бірақ келді. Кейде соның өзі жеткілікті, деді Зүбайда апа. Айман апа жымиғандай болды. Бірақ бұл жымиыс соңғы кешірім емес екенін екеуі де түсінді.
Сол түні Нұржан үйіне қайтпады. Көлікте отырып ұзақ ойланды. Анасының әр сөзі құлағында жаңғырып тұрды. Мен тек отыр деген сөз күттім. Таңға жуық ол шешім қабылдады. Бұл шешім біреуге ауыр, біреуге кеш болуы мүмкін еді. Бірақ өзі үшін жалғыз дұрыс жол сияқты көрінді. Ол ертең не болатынын білмеді, бірақ бір нәрсені анық білді. Енді бұрынғыдай өмір сүре алмайды. Нұржан таңды ұйқысыз қарсы алды. Көліктің ішінде отырған күйі күннің қалай атқанын да байқамады. Анасының айтқан әр сөзі санасында қайта-қайта жаңғырып тұрды. Адам бол. Ол үйіне кіргенде Гүлмира ас дайындап жүр екен. Кеше қайда болдың, деді ол салқын ғана. Анамның қасында, деді Нұржан қысқа жауап беріп. Тағы солай ма, деді Гүлмира. Бізге де өмір сүру керек қой. Нұржан оған алғаш рет қатты қарады. Ол мені өмірге әкелген адам. Гүлмира үндемей қалды. Мен анамды қайтадан үйге алып келемін, деді Нұржан анық дауыспен. Онда мен балаларды алып кетем, деді Гүлмира бірден. Бұл сөз Нұржанға соққыдай тиді. Бірақ ол көзін тайдырмады. Егер таңдау керек болса, деді ол ауыр күрсініп, мен анамды таңдаймын. Үй іші үнсіз қалды. Бұл үнсіздік отбасылық соғыстың басталғанын білдірді. Сол күні Нұржан кәрілер үйіне қайта барды. Бұл жолы нақты мақсатпен. Айман апа аулада отыр екен, жанында Зүбайда апа. Апа, жинал, деді Нұржан. Үйге қайтамыз. Айман апа оның көзіне қарап тұрып қалды. Қай үйге, деді ол жай ғана. Менің үйіме. О үйде маған артықсың дедің, деді Айман апа. Сол сөз әлі тұр. Мен қателестім, деді Нұржан. Мен бәріне қарсы шықтым. Айман апа басын шайқады. Мен сені құтқару үшін келген жоқпын, деді ол. Мен өзімді құтқару үшін кеттім. Бұл жауап Нұржан күткен жауап емес еді. Мен бұл жерден кетпеймін, деді Айман апа анық. Егер мені шын сыйласаң, осында да сыйлай аласың. Нұржан үнсіз қалды. Ол анасының шешімі берік екенін түсінді. Кешке қарай Гүлмира балаларды алып, анасының үйіне кетіп қалды. Үйден Нұржан жалғыз қалды. Бұрын тыныш деп ойлаған үй енді бос болып көрінді. Ол ас бөлмедегі орындыққа отырып, қолын басына тіреп қалды. Мен бәрінен айырылдым ба? Ал Айман апа сол түні бөлмесінде тыныш отырды. Ол алғаш рет өзін әлсіз емес, таңдау жасаған адам ретінде сезінді. Мен енді ешкімге тәуелді емеспін, деді ол ішінен. Бұл сөз оның жүрегін бір сәтке жеңілдетті. Айман апа үшін таң бұрынғыдай ауыр емес болып басталды. Бұл сезімнің өзі оны таңғалдырды. Ол кереуеттен баяу тұрды да терезені ашты. Салқын ауа бөлмеге кірді. Сол ауа бірге бір түрлі еркіндікте кіргендей болды. Әлі тірімін, деді ол сыбырлап. Асханада ол өзі сияқты адамдармен бірге отырды. Бірақ енді оларды аяп емес, тең адам ретінде көре бастады. Бұл үйдің ішінде де өмір бар екенін сезінді. Зүбайда апа шай құйып отырып, сен өзгеріп барасың, деді. Айман апа жымиып қойды. Мен тек енді жыламаймын, деді. Ол түстен кейін кітапханаға барды. Бұрын мұнда бармайтын. Ескі кітаптардың иісі, тыныштық. Ол өзін қайта тапқандай болды. Бізге еріктілер келеді бүгін, деді күтуші. Кешке жастар келді. Бір қыз Айман апаның қасына отырып. Апа, өміріміз туралы айтып бересіз бе, деді. Айман апа алғаш рет өз өмірін ауырлық емес, тәжірибе ретінде айтып берді. Ал Нұржан үшін күндер бірдей өтіп жатты. Үй бос. Балалардың дауысы жоқ. Гүлмира да қоңырау шалмайды. Ол жұмыстан кейін үйге келіп үнсіз отырады. Теледидар да қоспайды. Бір күні ол анасының бұрынғы көршісін көріп қалды. Апаңыз қалай? Деп сұрады көрші. Нұржан төмен қарады. Тірі, деді. Бұл сөз оның өзіне де ауыр тиді. Айман апа кешке қарай аулада отырып аспанға қарады. Бұрын ол балам үшін өмір сүрді. Қазір өзім үшін тыныс алып отырғандай. Бірақ жүрегінің түбінде бір сағыныш бар еді. Ол сағыныш баласына деген махаббаттың өлмегені. Бірақ махаббат өзін жоғалту болмау керек, деді ол өзіне. Сол түні Нұржан анасына хабарласты. Апа, деді ол. Тыңдап тұрмын, деді Айман апа. Мен үйді сатамын, деді Нұржан. Жақын жерден басқа үй аламын. Сенің қасына көшіп келем. Айман апа үнсіз қалды.
Бұл сөз оған ауыр да, күтпегенде болды. Бұл сенім шешімім бе, әлде кінәңнің өтеуі ме, деп сұрады ол. Нұржан жауап бере алмады. Ертең сөйлесерміз, деді Айман апа. Телефон өшті. Айман апа ұзақ ойланды. Ал Нұржан алғаш рет дұрыс жауаптың қандай екенін білмей қалды. Айман апа түнді тағы да оймен өткізді. Бірақ бұл жолы ойы ауыр емес еді. Анық, таза. Ол бір шешімге келгенін сезді. Таңертең ерте тұрып бөлмесін жинады. Төсек жапқышын түседі. Терезе алдына гүлге су құйды. Бұл ұсақ тірліктер оның осы өмірді қабылдағанын білдіретіндей. Бүгін бір түрлісің, деді Зубайда апа. Иә, деді Айман апа. Бүгін мен өзімді қорғаймын. Іске таман Нұржан келді. Бұл жолы қолында пакет те, гүл де жоқ. Тек өзі. Жүзі шашаңқы. Олар ауладағы орындыққа отырды. Араларында үнсіздік ұзаққа созылды. Апа, деді Нұржан бірінші болып. Мен сенсіз өмір сүре алмайтынымды түсіндім. Айман апа оның жүзіне мұқият қарады. Ал мен сенсіз де өмір сүре алатынымды түсіндім, балам. Бұл сөз ауыр тиді, бірақ әділ еді. Мен сені жазалау үшін емес, өзімді сақтау үшін осында қалдым, деді Айман апа. Ана деген адам өзін таптатуға міндетті емес. Нұржан басым төмен салды. Мен сені үйге алып кеткім келеді. Айман апа басын шайқады. Мен ол үйге тек қонақ болып бара аламын, қайтып бармаймын. Неге, деді Нұржан. Себебі ол үйде мен ана емес, мәселе болдым, деді Айман апа. Ал мұнда мен адаммын. Бұл сөз Нұржаным ішін өртеп жіберді. Онда мен не істеуім керек, деді ол дауысы дірілдеп. Айман апа оның қолын жай ғана ұстады. Менің қасымда бол, бірақ өмірімді басқарма. Кел, хабарлас, тыңда. Ал ең бастысы, деді ол, балаларына ертең мен емес, өз аналарынды таңдауды үйретпе. Бұл сөз Нұржанның санасына мөрдей басылды. Кешке қарай Нұржан кетіп бара жатып артына бір қарады. Анасы аулада отыр. Бірақ бұрынғыдай әлсіз емес, тік отыр. Ол алғаш рет мынаны түсінді. Ананы сақтау, оны үйге әкелу емес, қадірін уақытында білу. Айман апа бөлмесіне кіріп төсегіне отырды. Күйеуінің суретін алып, жымиып қарады. Мен өзімді жоғалтпадым, деді ол сыбырлап. Бұл жеңіс еді, айғайсыз, көз жассыз, бірақ шынайы. Айман апа енді бұл жердің ережесіне үйреніп қалған, бірақ ең бастысы, өз жүрегінің ережесін тапқан еді. Таңертең ол басқалардан ертерек тұрып, аулаға шығып жүретін болды. Ағаштардың арасымен баяу жүріп, тынысын реттейді. Сені біртүрлі құрметтей бастады, деді бір күні күтуші. Айман апа жымиып қойды. Мен енді өзімді құрметтеймін, деді. Ол кітапханада еріктілерге көмектесе бастады. Жана келген қарттарға бөлмені көрсетеді, сөйлеседі. Кейбіреулер жылап келгенде жай ғана қасына отырып үнсіз тыңдайды. Сен бізге керек адамсың, деді бір әже. Бұл сөз Айман апаның жүрегіне жылу берді. Ал Нұржан өмірінде алғаш рет баяу жүре бастады. Жұмыста бұрынғыдай мансап қуаламайды. Балаларына жиі хабарласады. Бірақ олармен сөйлескенде анасының сөздері есіне түседі. Ата әжеңді сыйлаңдар, дейді ол балаларына. Бұл міндет емес, адамдық. Гүлмирамен қарым-қатынасы әлі де салқын. Бірақ бір күні ол хабарласты. Сен өзгеріпсің, деді ол. Бұрынғыдай емес. Кеш болса да, деді Нұржан, түсіндім. Бір күні кәрілер үйіне мектеп оқушылар келді. Балалар өлең оқып ән айтты. Бір қыз Айман апаның жанына келіп. Апа, сіз әжем дейсіз, деді. Айман апаның көзіне жас келді. Бірақ бұл ауыр жас емес еді. Сол сәтте ол бір нәрсені анық сезді. Аналық тек туған балаға ғана емес. Кешке Нұржан келді. Қолында шағын торт. Апа, бүгін сенің туған күнің, деді. Айман апа таң қалды. Сен ұмытпадың ба? Мен бұрын бәрін ұмытып жүріппін, деді Нұржан. Олар бірге шай ішті. Бұл жолы араларында ауыр үнсіздік жоқ. Тыныштық бар. Мен сені кешірдім, деді Айман апа кенет. Бірақ өткенде емес, қазірді. Нұржан басын изеді. Бұл кешірімнің қаншалықты қымбат екенін түсінді. Айман апа түнде күнделігін ашты. Соңғы бетіне бір ғана сөйлем жазды. Мен қартайған жоқпын. Мен тек өзімді кеш таптым. Күздің соңғы күндер еді. Ауладағы ағаштардың жапырағы түгел сарғайып жерге түсіп қалған. Айман апа сол жапырақтардың үстімен баяу жүріп келе жатты. Әр қадамы ауыр емес, ойледі. Ол бұл жерге келгеніне бірнеше ай болғанын енді ғана сезді.
уақыт үнсіз өтіп кеткен. Үйді сағымасын ба деп сұрады Зүбайда апа бір күні. Айман апа ойланып қалды. Үйде емес, қадірді сағындым деді ол. Бұл сөздің артында бүкіл өмір жатты. Нұржан жиі келетін болды. Бірақ енді уәде бермейді, тек келеді. Кейде үнсіз отырады. Кейде анасының әңгімесін тыңдайды. Ол бір нәрсені анық түсінді. Анаға уақыт емес, қатысу керек. Бір күні ол балаларын ертіп келді. Балалар әжесінің қолынан ұстап, «Әже, тағы келеміз» деді. Айман апа жымиып қойды. Бұл уәде емес, шындық екенін сезді. Қыстың алғашқы қары жауды. Айман апа терезеден сыртқа қарап тұрды. Қар ақ, таза. «Мен қорықпаймын» деді ол өзіне. «Мен өз орнымдамын». Ол төсегіне отырып көзін жұмды. Бірақ бұл жолы шаршағандықтан емес, тыныштықтан. Бірнеше күннен кейін Айман апаның жүрегі тағы да сыр берді. Бірақ бұл жолы ол жалғыз емес еді. Жанында Зүбайда апа отырды. Нұржан да жетіп үлгерді. Айман апа ұлының қолын ұстап, «Енді кеш емес» деді ақырын. «Сен түсіндім». Нұржан көз жасын тыя алмады. «Апа, сен менің үйімсің». Айман апа жымиып қойды. «Үй қабырға емес балам. Үй қадір». Бұл оның соңғы сөзі болды. Айман апаны ақ қардың үстінде соңғы сапарға шығарып салды. Қарапайым, айғайсыз, бірақ шын. Нұржан сол күні ұзақ тұрды. Қар үстінде қалған іздерге қарап. Ол өмір бойы бір нәрсені кеш түсінгенін білді. Ананы қартайғанда емес, барында сыйлау керек. Жыл өтті. Кәрілер үйінің ауласында бір тақтайша пайда болды. Айман апа, осы жердегі талай жанға ана болған адам. Нұржан сол тақтайшаның алдына келіп үнсіз тұрды. Бұл үнсіздік өкініш емес, сабақ еді. Егер бұл әңгіме сіздің жүрегіңізге жетсе, егер өз үйіңізден, өз өміріңізден бір үзік көргендей болсаңыз, онда пікірге ойыңызбен бөлісіп етіңіз. Өйткені әр ене бір кездері келін болды. Әр келін ертең біреудің енесі болады. Бұл әңгіме сізге ой салса, арнаға тіркеліп қойыңыз. Алда бұдан да шынайы, жанға жақын оқиғалар бар.